Алматы Астана пойызы қаладан шыға бір қалыпты жеңіл жүрісіне салып лыпып келеді. Сенбі жексенбі сайын Алматыға қарап мөңіреп тұратын астаналық шенеуніктің бірімін деген көпелесім Айдар есімді жігіт әңгімесін жалғады. Өткен Алматыда студенттік өмірім, жас шағымның ең бір қызықты күндері өтті. Астанаға әлі үйренісе алмай жүрміз. Қыдырып бара қоятын жерлер аз. Ретін тауып қызғырқымен қыдырайын десең де бірден көзге түсіп қаласың. Қала шағын, нағыз демалатын, қыдыратын қала айналайын Алматы ғой. Мұнда ең әдемі, сымбатты қыз-келіншектер жиналған ба деп қаласың. Алматыға сапармен айына бірер рет келіп тұрамын. Жасыратын несі бар? Әр келген сайын ағайын туыстардың үйіне түскеннен гөрі арзанқол қонақ үйлерге тоқтағанды жөн көремін. Өйткені осында қалған тамыр-таныс қыз-келіншектермен кездесіп, бір мауқымды басып қалу ғой баяғы. Осы жолы да жаман демалған жоқпын, тек мына бір оқиға болмаса. Құдайға шүкір, ақша жоқ емес баршылық. Білдей мемлекеттік банктің департамент басшысымын. Теңгені шытырлатып ұстаймын. Жұманы келген жұмысымды бітіріп, соны жуып тастайық деп бір кафеге бас сұқтық. Кешкілік мезгіл. Шамасы жастар жиі бас сұғатын орын болса керек. Қызғырқынның да қарасы молдау. Жанымда отырған жігіт сөзге де, әзіл қалжыңға да ұста еді. Соның арқасында көрші үстелде отырған екі қызды өзімізге қосып алдық. Қыздардың бірі кәріс, екіншісі орыс. Біз іш деп зорламасақ та, олар жарыса қағып салып, сақ-сақ күліп әңгіме айтып отыр. Шақырған жігіт желенге отказ бермейтін нағыздардың өзі сияқты. Отырыстың соңынан қонақ үйге шақырып едім, оған да көне кетті. Тек қайтардақ таксиге ақша берсеңдер болды десті екеуі де. Әлгінде даяшымен есептесіп жатқанда қалтам толы ақша екенін екеуі де байқап қалған. Кафеден шыққан соң жанымдағы жігіт үйге қайтам дегенді шығарды. Мына екеуін бірдей не істеймін десем, ол қатын ауру, бала жас деп ыңылдады. Онымен қоймай, қасыңда қатының жоқ, шөлдеп қалған боларсың. Екеуін бірдей тоңқайт, ал мен кеттім, ренжіме дегені. Сонымен қойшы, әлгі қыздарды таксимен өзім тоқтаған қонақ үйге алып келдім. Ішке кірген соң жолай сатып алған шарапты бөліп ішіп, тән тоятына қызу кірісіп кеттік. Олар екеу, мен жалғыз. Күшім жеткенше екеуін де кезек-кезек ұрғылап жатырмын. Әлгінде кішкене тиын тебен берсең деген соң қалталарына 5 мыңдықтың бір-екеуін тығып жібергенмін. Соған риза болған олар бар өнерін көрсетіп жатыр. Тән тоятын екінші ұрғашымен бірдей алғаш рет түсуім. Мұндай кайыптың бұрын соңды көрмегем. Екі қыздың да сұлулығы мен сымбаттылығында мін жоқ. Әппақ бұрықтай екеуін таң атқанша солқылдатып шыққанымды білемін. Онымен қоймай ертеңіне тағы да кездесейік деп ұсыныс жасадым. Ақшалы еркектен айырылсын ба? Екеуі де қуана келісті. Кешкілік уәделескен уақытта телефон шылдыр етті. Кешегі екі қыздың бірі екен. Айтқан заказың даяр, тек ақшаң болса, деді трубканың ар жағындағы дауыс. Түнде шарап пен жалаңаш екі қыздың буына елтіп жатып, маған свежий тағы біреуін табыңдар дегенмін. Сол-ақ екен, олар керемет бір сұлу сылқым барын айтты. Сөзге келместен соған кездестіріңдер, бір түнді сонымен өткіземін дедім. Әдемілігіне сай ол өте қымбат десті екеуі. Бопты деп келісімді бергенмін. Мынаның айтып тұрғаны сол әңгіме. Ол қыз сіздің қонақ үйге бармайды, керісінше сен оған баруың керек, мынау адресі. Жарты сағаттан соң кездесетін үйдің алдында тұрдым. Карина, кәріс қыздың аты, тосып тұр екен. Амандықтан кейін ол бірден: кездесетін адамыңыздың аты Оксана, қазақ қызы, ол біздің басшымыз. Соның сілтеуімен жұмыс істейміз. Қазір сіз кіресіз, мен осында күтемін. Ұнаса қалыңыз, ұнамаса 10-15 минуттың ішінде сыртқа шығыңыз. Мен сізбен қонақ үйге баруға кешегіндей жұмысқа әзірмін. Егер Оксананы ұнатып қалып жатсаңыз, жақсы демалыс тілеймін деді. Үшінші қабатқа көтеріліп келген пәтердің қоңырауын бастым. Ашылған есіктен сәлем беріп кіре беріп таң қалғанымнан шалқамнан сөз жаздадым. Сіз білмейсіз ғой менің алдымда кім тұрғанын. Айтсам сенбеуіңіз де мүмкін. Сол сәтте мен де өз көзіме өзім сенбеген едім. Жарайды, кімді көргенімді артынан айтармын. Сонымен қой бөтен болар, өмірде ұқсас адамдар көп қой деген оймен аяқ киімімді шешіп залға өттім. Ол да сыр бермеді, тек алдымен есептесіп алайық деді ақырын. Келіскен ақшаны қолына ұстата салдым. Ваннаға кіріп шайынып алыңыз, таза орамалда сонда ілулі тұр. Осыны айтқан Оксана үстелде жатқан шылымды алып тұтатты. Өң мен түстің арасында қалғанмен қалай шешінгеніме, Оксанамен қалай ойнағаныма есеп беруге шамам келмеді. Атқа мінгенде үстімен мініп алып изеңдеп отырған тырдай жалаңаш қыздың
оң жақ тамағындағы меңін көргенде сол ғой деп ойлауға ғана шамам келді. Сүт сауым уақытта жұмысымды бітірген мен шайынып келіп шалқамнан жаттым. Шай ма, кофе ма деді Оксана орнынан тұрып жатып. Қайсысы болса да бәрібір. Оның аппақ сұлу денесіне қызыға қарадым. Қысқа халатты үстіне жамыла салған ол ас үйге шығып кетті. Сәлден соң келіңіз кофе ішейік деген дауыс естілді. Ұзақ қарадыңыз ғой, таныдыңыз ба? Бірақ әлде сыр бергіңіз келмейді. Мен сізді бірден таныдым. Енді жұмбақ ойнамай-ақ қояйық. Мен сол баяғы Ақшархатпын. Осыны айтқан Оксана Ақшархат кофесін бір жұтып маған тесіле қарады. Иә, алдымда отырған Ақшархат еді. Менің ең алғашқы сезімімді оятқан бала махаббатым Ақшархат еді. Неге танымаймын? Көрген сәттен ақ бірден танығанмын. Бірақ оған ұқсас өзге болса екен деп тілеген едім. Өйткені оны мұндай кір лас қылыққа қимаған едім. Әттең, досым, әлгінде айтпағанды енді айтайын. Ақшархат менің алғашқы махаббатым болатын. Ол көрші ауылдың қызы еді ғой. Сол жақта тұратын туыстарыма барып жүріп танысқанмын. Хат жазысып тұрдық. Анда-санда сол жаққа жолым түсіп бара қалған кезде бір-бірімізге не айтарымызды білмей ұялысып төмен қарап отырушы едік. Соның өзі қызық еді-ау. Бұл бала махаббат дегенді қойсашы. Мен мектепті бітірген жылы ол да бітірді. Екеуміз Қазмуге құжат тапсырып студент атандық. Сол жолы күзде университет қабырғасынан мен әскерге алындым. Алғашында хат жазысып тұрдық. Кейіннен Ақшархаттың хаты сиреті. Соңғы бір хатында өзге жігітті ұнататын жазыпты. Содан кейін одан хабар мүлде тоқтаған. 2 жылдық азаматтық борышымды өтеп болған соң оқуымды жалғастыруға университетке оралдым. Ақшархат жайлы сонда естідім. Оны оқудан шығарып жіберіпті. Ол бұзылып жеңіл жүріске түскен көрінеді. Осында оқитын шетелдік студенттермен қыдырыпты. Бірде қыдырып, көңіл қосып жүрген шетелдіктердің қойнына бір жас қызды салып беріпті. Ол көнбей балконнан секіріп мертігіпті. Ақыры аяғы үлкен дауға ұласып, Ақшархат бастаған 2-3 жеңіл жүрісті қыздарды оқудан шығарыпты. Одан кейін арада қаншама жылдар өтті. Ақшархатты қайтып кездестіре алмадым. Ол жайлы елдің өсегіне де сенбеген едім. Достым, Құдайдың құдіретіне шек бар ма? Ақыры көңіл көтеремін деп келіп, онымен ойда жоқта кездестім. Мен туралы естіген боларсыз. Сол бір оқиғадан кейін мені оқудан шығарып жіберді. Ақшархат темекі тұтатты. Әлі есімде, сен армияға шығарып салып келіп бөлмеден шықпай 2-3 күн жылап жатқаным рас. Сені жақсы көрдім, сағынып хат жаздым. Солай бола тұрса да жаман жолға қалай түскенімді сезбей қалдым. Бір бөлмеде жоғарғы курста оқитын 2 қызбен бірге тұрдым. Обалым не керек, өте ажарлы, сымбатты қыздар еді. Сол жылдары Қазмуде шетелдіктер көп оқыды ғой. Негрі де, арабы да, ауғаны да дегендей. 2 қызды солар қонаққа жиі шақыратын. Шетелдіктер десе екеуі ұшып кетеді. Көбіне соларға қонаққа барса келмей қонып қалады. Олардың бұл түрліктеріне алғашында үрке қарап жүрдім. Жүре келе мені де ертетін болды. Барғым келмейтін. Ақыры көндірді ғой. Ақыры 2 қыздың айтқанымен жүрдім. Темекі тартып арақ ішуді үйрендім. Шетелдіктермен қыдыру, солармен бірге қонып қалу әдетке айналды. Сөйтіп жүргенде оқудан шығарып жіберді. 2 қабат болып бір ұл тудым. Ол маған тартпаған қара қожалақ негр сәби еді. Қағымнан жеріп, оны сол перзентханада тастап кеттім. Жезөкшелермен бірге Алматының қымбат қонақ үйлерінде қызмет көрсеттік. Жеңіл жүрістің дәмін бір алып алса қоя алмайды екенсің. Сөйтіп жүргенде заман өзгерді ғой. Мен жұмыс істеген фирма, компаниялар Алматыда аз. Бастық сымақтардың бәрі едіреңдейді, астына салады, дегендерін қылады. Ақыры өзім қожа болайын деп жаныма жеңіл жүріске салынған 7-8 қызды жинадым. Қазір көңіл көтергісі келетін қалталы мырзалар көп қой. Солардың заказын орындаймыз, бар тірлік осы. Ақшархат темекісінің тұқылын күлсалғышқа салып тастап, суып қалған кофесін жұтты. Әрине бұл лас тірліктің жалықпадың ба дейтін шығарсың. Иә, жалықтым. Ол күрсініп қойды. Безіп кеткім келеді. Бірақ қайда? Ақшархаттың жанары жасқа ашыланды. Оның сүйдіктей сақсақтарын сипаладым. Ақшархат, үйленейікші. Қалай айтқанымды өзім байқамай қалдым. Төмен қарап отырған ол бір сәт басын көтеріп маған тік қарады. Жоқ деді, сосын күрсініп. Талай еркектің астында жатып, күн тулақ болған мені қайтесің? Өз жанұяң бар, шырқын бұзба. Мен жүрген бір жезөкшемін. Кезінде сенің сезіміңді қадірлей алмап едім. Енді жетістіреді дейсің бе? Көңілің қалса осылай да кездесіп тұрайық.
Көп ұзамай ел жаққа кететін шығармын. Бір жақын ағайынның баласы үлкен әкім болған екен. Сол жұмысқа шақырады. Бәрін қойып адам болсам деймін. Осыны айтқанда Ақшарқаттың жанарынан жас тамып кетті. Орнымнан тұрып оны құшағыма тарттым. Жас толы жанарынан өптім. Оның айтқанының бәрін естен шығардым. Көз алдыма баяғы оқушы жас қызды, алғашқы махаббатым болған Ақшарқатты елестеттім. Сол баяғы күлім көз ақсары әдемі қыз. Ерінен құшырлана сүйдім, аялай құшақтадым. Шын көңілмен құшақташып, шын сүйіспегелі қашан, әлде роботқа ұқсап кетіппін. Біртүрлі сияқты. Ақшарқат әлденелерді айтып жылап жатты. Мен оның айтқандарын естігім келмеді. Құшағымда жезөкше Ақшарқат емес, баяғы балғын Ақшарқат тұр деп елестеттім. Солай деп құштым, солай деп таң атқанша аймалап шықтым. Құдай-ай, мұндай да тәтті түн болады екен-ау, білсемші, ол да мені тас қып құшақтап айырылар емес. Сөйтіп арманым болған алғашқы махаббатым Ақшарқатты осылай кездестірдім. Таңертең оянғанда ол бүрісіп, бауырыма кіріп жатыр екен. Ұйқысын бұзғым келмеді. Сыпырылып қалған жамылғышты үстіне жауып, маңдайынан иіскедім де киініп сыртқа шықтым. Ақшарқат менің қолым жетпес арманым еді, бала махаббатым еді. Оның жасқа толы жанарын көргенде бәрін ұмыттым, бәрін кештім. Өмірде адасып жатқандар аз ба? Солардың бірі Ақшарқат еді ғой. Міне достым, саған айтар әңгімем осы. Мұның бәрін әлгінде төсек қатынасы дегеннен шығып кетті ғой. Айдар орнынан тұрды. Жүр тамбурға шығып темекі тартып қайтайық. Тамбурға шыққан соң терезеден сары далаға көз салған ол. Үйленейік деген Ақшарқат келісімін берсе бәлкім Алматыда қалып қалар ма едім. Мен оның барлық қателіктерін кешірер едім. Ақшарқат менің арманым еді ғой, деді ол күрсініп. Менің жасым 25-те. Кезінде Шымкент қаласынан арман қуып ару қала Алматыға келдім. ОБТ-дан жоғарғы бал жинап, қазуге журналистика факультетіне грантпен түстім. Басында барлығы тамаша болды. Өзім негізі көрсе ел қызығарлықтай сымбатты қызбын. Көп жігіттер сөз салды, бірақ тәкаппар болып ешбіріне қарамадым. Солай уақыт өте екінші курсқа өткенде киноға түсу туралы ойланып, кастингтерге қатыса бастадым. Бағыма орай тамаша фильмде қосалқы рөлде ойнайтын болдым. Сонымен күнделікті кино түсірімдеріне барып жүрдім. Тамаша сәттер еді. Әлгі біздің киномызды қаржыландыратын Алматы қаласындағы атағы бар 46 жастағы бизнесмен кісі еді. Содан бір күні ол да түсірілім алаңына келді. Өзіне қыз таңдауға келгендей барлығымызға бастан аяқ қарап шықты. Содан маған көзі түсіп ұзақ қарап кетіп қалды. 2-3 күннен соң қызықты оқиғалар басталды. Керемет гүл шоқтары, асыл тасты бұйымдар. Ол әрине өзі әкелген жоқ, жүргізушісінен беріп жіберді. Осылай 2-3 ай әбден еркелетіп бауырда басып қалдым. Қысқасы арада қалай уақыт өткен білмеймін, оның төсегінен бірақ шықтым. Сірә байлығына басым айналған болар шамасы. Содан біз бейресми үйлендік. 2-ші әйелі болдым. Оның әйелі мені жек көретін, тіпті мені өлтірпекші де болды. Ол әйелімен бірге тұрды. Алмаған қаладан үй алып берді. Өзі күніге келіп тұрды. Қазіргі таңда есімді жия келе өз ісімнен үй аламын. Тастап кеткім келеді. Ол кісіден жиркеніп тұрамын. Айналамда қаншама жас жігіттер жүр. Әшім удай ашиды ойласам. Ақшаның да мәнісі кетті. Үйден шығармайды мені. Басқа біреумен жүріп қоясың деп. Есік алдында күзетші. Шаршап кеттім уже. Телефонды көтермей қойсам айқай, ұрыс, тіпті ұратынды шығарды. Жек көріп кеттім. Ажырасамыз деп айтсам, отбасыңды құртып жіберемін дейді. Амал жоқ, отбасым үшін төзудемін. Мен ол кісі үшін тек қана көңілдес сияқтымын. Келіп шаруасын бітіріп кетіп қалады. Қайран жастық шағымай, киноға түспегенімде мұның бірі де болмас еді. Қартайғандарыңызда да ақылдарыңызды айтып, жерден алып жерге салатындарыңызды білемін. Не дейтін, барлықтарыңызға сабырлы тілеймін. Маған да қиын. Ол кісімен бірге болу, арада жылдар өтсе де арамызда бала жоқ. Екеуміз де дәрігерге тексерілдік. Кінәрат ол кісіден болды. Бірақ мен керісінше кінәрат меннен деп айттым. Шынымды айтсам, одан бала туғым да жоқ. Әрине ол кісінің әйелі мені жек көреді. Қанша рет кешірім сұрадым. Кешегі күнге дейін кешірім сұрап келдім әпкеден. Жақында әпкемен сөйлесіп екеуміз бір шешімге келдік. Құйтырғы жоспарлар құрып әлгі кісінің менімен ажырасуына мәжбүрледік. Ол кісі дүние мүлкін жақсы көреді. Негізгі себеп дүние мүлкіне тірелсе, ол мені де сатып жіберуге дайын. Кейбір тірліктер тіпті қанымды қарайтады. Менімен бір жерге барса, ақша санап тұрып алатыны, қанша жағдайы болса да түсір деп саудаласып кететін мінездері
тіпті жиіркентеді. Сол дүние қоңыздығы ма, ақыр соңында көніп ажырасатын болдық. Біз бәрібір заңды некеде емеспіз. Жай ғана мені көңілдес ретінде пайдаланады. Басы тәтті, аяғы ащы болды. Ойлап қарасам, көңілдестігімнің өтеу ретінде айтарлықтай ештеңе де алмаппын. Бір бөлмелі үйді өзіне ап қалуға жанталасты. Мейлі деп қайтардым. Баста үйреніп кеткенше деп ескі көлік алып берсең, қазір оның лақсасы шығып тұр. Сатып ақша қылатындай да емес. Рас, әперген 3-4 алтыны бар. Бірақ жұмыс істей жүріп, оны өзімнің де алатын шамам бар еді ғой. Жасырып керегіне, көңілдесі бола жүріп төсекте ойымнан да шығып көрмепті. Есесіне қанша уақыт жастық шағымды ұрлады. Мен мұны мақтанып жазып жатқаным жоқ. Жай ғана қыздарға сабақ болсын деп жаздым. Өтініш тағы айтарым, біреуді қарғамай тұрып өзіміздің алдымызда бала-шағамыздың өсіп келе жатқанын ескерейік. Ешқашан деп айтпа демекші. Мен кейін үйтем деп айтпау керек екен. Себебі біз пендеміз, ал пендеге адасу, қателесу тән нәрсе. Кейде Жанғали есімді азамат үйленгенде ешқашан әйелімнің көзіне шөп салмаймын деп өзіне серт бергенін және сол сертінде тұрмағанын ол біздің тілшімізге айтып берген деп хабарлайды тілші. Әкем дінге қатты берілген кісі. Бізде де шариғатпен тәрбиеледі. Ненің дұрыс, ненің бұрыстығын ашық төтесінен айтып отыра беретін. Ержете бастаған шағымызда ертең үйленесіңдер, сол кезде тура жолдан тайдырғысы келетіндер шығады. Арақ, ақша, атақ, сосын әйелмен сынайды. Осыдан таза шықсаңдар, онда шешелерің екеуміз сияқты бақытты болып отырасыңдар деп айтатын. Сол себепті әйеліңнен өзге біреуге некесіз жақындау, біреумен көңіл жарастыру үлкен күнә болып саналады. Өткенде Таразға Астанадағы курстас досым жандағы әріптестерімен іссапарға келген. Көптен көрмегесін үйге шақырып қонақ еттім. Сонымен болды ғой десем, ертеңіне қыдырмадық па, қалаңдар аласайшы, бильярд ойнайық деп звондап тұр. Жұмыстан кейін бильярдқа бардық. Бірақ аяқ асты досым мен әріптесім саунаға барайық деп шыға келді. Арам ойым жоқ, мен бармаймын деп қашып кетуге ұят. Сенің қалаңа қонақ болып келіп тұр ғой, алдыма салып тәуірлеу деген саунаға ертіп бардым. Буымыз бұрқырап, салқын сыраны сіміріп жүрдік. Мочалка қайда, заказ беріп бедің деп курстасым қутыңдайды. Мочалка бар ғой деп аңқау басым, кірезетін затты көрсетіппін. Сөйтсем саунаға келіп қызмет көрсететін қыздарды мочалка дейді екен ғой. Ой, сен де бір советский тежегіш екенсің ғой деп курстасым қолын бір сілтеді. Сол-ақ екен, әріптесте біреуге звондады да әп сәтте бұл мәселені шеше салды. Бір уақытта бірінен бірі өткен сылаңдаған 3 қыз кіріп келсін. Ей, жоқ, мынаның біреу артық, өздерің көре беріңдер деп шығып бара жатыр ем, курстасым намысыма тиіп сөйлеп тастады. Менің ойланып тұрғанымды байқады ма, бір қызды қолыма ұстатты да демалатын бөлмеге итеріп кіргізіп жіберді. Сыра мен саунаның буы қойсын ба, әлгі қыздың ырқына көне бердім. Бірақ сол күннен бастап әйелімнің бетіне қарай алмай, біраз күн қипақтап жүрдім. Ол да бірдеңені сезген сияқты. Тамақ ішіп отырсақ бетіме тесіліп ұзақ қарайды. Қысқа сорлық жасап қойған адамдай қара терге түстім. Арада 2 аптадай өткенде төсекте жатқан әйелім еркелеп отырып, сен маған үйленгелі бері көзіме шөп салып көрдің бе? Тым құрығында сондай ой болды ма деп сұрасын. Ана жерде сытылып кетудің ретін таппадым. Өткенде сондай боп қалды. Сол күннен бері сенен ұялып, жерге кіретін тесік таппай жүрмін деп айтып бердім. Айтуын айтып алып, әйелім ашуланып кетіп қалса қайтем деп ойлап үлгердім. Бірақ ол үндемей тыңдады да, ауру жұқтырып келмегеніңе шүкір. Енді ойындайыңды естейтін болсам, білетін болсам ажырасып кетем. Бір жолға кешірейін деп қысқа қайырды. Сол уақытта әйелімнің ашуланбағанына риза болғам. Ал қазір неге ұрысып, ажырасып кетем деп қорқытпады деп өкінем. Себебі әйелімнің үндемей, мені жазаламай қоя салғаны мені одан сайын есіртіп жіберген сияқты. 2-3 айдан кейін жұмысқа жаңадан бір қыз кірді. Қас қылғандай бастық оны дәл біздің бөлмеге отырғызған. Топырлаған еркектің арасында топ ете қалған қызға бәрі қырыңдап арасында әзілдеп жүретін. Сіздерге кофе демдеп берейін деп алдымызда бұлғаңдағанда еркек біткеннің аузының суы құритын. Бірақ сол қыздың қас қылғанда маған көзі түсті ғой. Шай әкеп білмеген сұрап жүріп әңгімеміз жарасып кетті. Ақырында көңілдесіме айналды. Мен еркекпін ғой, анда-санда бір көріп тұрғанда не бар деп өзімді ақтап алам. Жігіттер жас кезіңде ойнада күл деген терме менің уәжіме дөп түсе салғандай. Осы күні әйелімнен гөрі әріптестің құшағы ыстық, сөзі шырын боп бара жатыр. Қашанға дейін жалғасатынын.
Ішім боп-боз, жылайын десем көзімнен жас шықпайды. Айғайлап эмоциямды да шығарып алуға шамам келер емес. Бір түрлі сезімдемін. Мен ең жақын адамдарымнан қолдау, жылулық күткен қыз едім. Ал олар менен құтылғанша асық. Бәрін басына бастайын. Жасым 28-де, 3 ағайындымыз. Алдымда ағам, сосын сіңілім бар. Мен бастауышта оқып жүргенде мамам қайтыс болған. Мектеп бітіретін жылы папамнан айырылып қалдық. Содан бері үшеуміз бір-бірімізге тіреу, сүйеу боп күн кештік. 6 жыл бұрын ағам үйленді, ал 2 жыл бұрын сіңілім күйеуге шықты. Қазір өзінің тәп-тәтті баласы бар. Қазір елдің өсегі мен болдым. Еріккеннің бәрі көргенде, неғып жүрсің, қашан кетесің, жолыңды аштырып жіберсейші, байқұс-ау жігітің жоқ па деп түртпектейтін болды. Соның кесірінен қазір көшеге шығудан қалдым. Оң босағада отырып қалғаным мені қатты күйзелтіп жатыр. Үйленем, сені сүйем деп нақты қадам жасайтын жігіт те жоқ екен. Жігіт қайдан болсын, колледжді бітіргелі үйдемін. Мамандығым бойынша жұмыс істемедім. Дипломды алған жылы ағам үйленді де, жеңгеңе серік бола тұр деп отырғызып қойды. Біраз уақыттан кейін оның токсикозы басталып, үйдің бар шаруасы қайтадан өз мойныма артылды. Ай күні жетіп, жеңгем бөпелі болып, енді қолым босайтын шығар дегенде, балаға қарасатын адам керек. Операциядан кейін денсаулығым дұрыс болмай қалды деп, жеңгем жібермей қойды. Содан бері үйдемін. Екі бауырымды шомылдырып, киіндіріп, бақшаларына апарам. Одан келіп үйдің тірлігін істейм. Ағам мен жеңгем жұмыста, дайын тамақ, таза үй, бағулы бала, жандары тыныш. Соған қарамастан мені масыл көріп, ара-тұра сөйлеп қалады. Бір жолы ағам ішіп келіп, сен қыз осылай жүре бересің бе, кетсей байға, не қылған адамсың, кімге тартқан бұлжырақсың деп сөйлеп тастады. Алдын үйге азық-түлік әкеліп, онысы тез таусылып қалса, кішкене үнемдесеңдерші, жандарың қиналып таппаған соң бәрібір екен деп сөйлейтін. Кейде әңгіме арасында ақша табу оңай дейсің бе деп айтатын. Мына соңғы сөзі жүрекке найзадай қадалды ғой. Сол жолы мамам мен папамды шынымен іздеп, сағынып қатты жыладым. Әңгіменің бәрін сіңіліме айтып едім, ашуланып кетті. Ол мен сияқты емес, айтатын жерде айтып, сөйлейтін жерде сөйлеп алады. Бет жүзің бар демейді. Бұл жолы да сөйтті. Дереу үйге келіп, әпкемді неге жылатасыңдар, осының арқасында жағаларың жайлауда боп жүргендеріңді ұмыттыңдар ма деп айтып тастады. Қызды жылатсаңдар оңбайсыңдар, Құдайдан қорықсаңдаршы деп ескертіп кетті. Бірақ ол кеткесін жеңгем тырысып, бүрісіп, мен істеген тамақты ішпей, өзінше боп қалды. Қазір менің бетіме қарап сөйлемейді. Айтатынның бәрін баласынан айтып жібереді. Ағам да солай. Кешке келеді, таңертең бетіме қарамай сөйлемеген күйі шығып кетеді. Бір жолы Қызылордадан группалас құрбым келіп кафеге барғанбыз. Онда да құрбымды күтетін ақшам жоқ, сіңілімнен қарыз сұрадым. Құрбыма дым білдірместен кафеге барып әңгіме дүкен құрып кеш батқанша отырдық. Балаларды бақшадан алатын уақыт келсе де отыра бердім. Ішімнен менсіз күндерін көрсін деп ойладым. Бақшадан алатын адам табылмағасын тәрбиешілер жеңгеме қоңырау шалған. Ол бірден маған телефон соқты. Тұтқаны көтермей қойдым. Ағам да қайдасың, хабарыңды айт деп жазып жіберіпті. Жауап бермедім. Қараңғы түскенде үйге жетіп есіктен кіре бергенім сол еді. Қайда жүр екен, түннің жарымы боп қалды деген ағамның даусын естідім. Қайда жүрер дейсің? Байға тиіп кеткен шығар. Бірақ оны кім алар дейсің, не рыба, не мясо ғой деп жеңгем тақылдап отыр. Менің сөзімді сөйлейтін шығар деп ағамның реакциясын байқасам, ләм-мим демейді. Сол күннен бастап өз өмірімді қолға алдым. Балаларыңды өздерің алыңдар, мен жұмысқа тұрдым деп шорт кестім. Қазір үйден жұмысқа баратын адам сияқты шығып кетем, бірақ әлі тапқам жоқ. Кешке жұмыстан келген адамдай кіріп барам. Өтірігім үшін ұяттан өртеніп барам. Бірақ баяғыдай жеңгемнің құлы болып жүруге көкірегім жіберер емес. Жұмыс тапсаң бөлек пәтерге шығатын шығарсың деп жеңгем шай үстінде бір әңгіме бастады. Бұйыртса шығам дедім намысқа тырысып, бірақ қайда барып күн көрерім белгісіз. Мына тозақтан шығатын жол бар ма? Жақсы жігіт кездессе, махаббатқа да басқаға да қарамай тие салар едім.